Сіздердің тарихтарыңыз жоқ кеңестік дәуірде. Сіздердің тарихтарыңыз Октябрь революциясынан басталады деп айтты. Біз соған сендік, солай екен дедік. Сөйтсек жоқ, біздің тарихымыз өте терең екен. 10-шы ғасырларда Европа әлі ұйықтап жатқан кезде Абу Насыр әл-Фараби ғылымның барлық саласы бойынша еңбектер жазған. Отырардың өзінен Абу Насырдан басқа 29, Абу Насырды қосса қанша болады? 30 ғалым бар. Мұхаммад әл-Ғазали деген атақты ғалым. Көп еңбектер өте көп. Осы ислам қазақ халқына, орта азиялық түркілерге көп қарыздар дейді. Ислам өркениеті. Өйткені сіздер көп ғалымдар бердіңіздер дейді. Bizim İslamiyet'in Біздің исламият білім жағынан болсын, мәдениет жағынан болсын, барлық салада Орта Азияға қарыздар. Сіздің өңірден шыққандар ислам әлемінің өркендеуіне теңдессіз үлес қосып қызмет етті. Мен бұрын ойлайтынмын. Барлық жазба мұра, рухани мұра барлығы араб елдерде, Дамаскіде, Бағдатта, Каирде, тағы басқа қалады. Сөйтсем, жоқ, Түркияда да аса бай екен. Өте бай екен. Солардың барлық қазір Сулеймания кітапханасында тұр, Баязид кітапханасында тұр, Нури Османияда тұр, Милле тұр, тағысындағылар. Міне осы аталған кітапханалардан мен жұмыс істеу барысында 37.000 беттік қазақ жерінен шыққан ғалымдардың жазба дүниелерін алып келдім.